Ана баланың өмірдегі ең алғашқы тәрбиешісі. Ол баланың мінез-құлқы, еңбекке көзқарасы, жауапкершілігі ең алдымен ананың күнделікті іс-әрекеті мен үлгісі арқылы қалыптасады. Ана еңбекті қадірлей білсе, баласына да соны ісімен көрсетсе, ол бала еңбектің мәнін ерте түсінеді. Ананың еңбекке баулуы ол баланың тәртіпті, төзімді, ұқыпты болып өсуіне ықпал етеді. Үйдегі қарапайым жұмыстарға қатысу, ойыншықты жинау, анасына көмектесу арқылы бала еңбек міндет емес, табиғи өмір салт екенін сезінеді. Бұл оның болашақта жауапкершілікті азамат болып қалыптасуына негіз болады. Сонымен қатар, ана мейірімімен ұштасқан еңбек тәрбиесі ол баланың жүрегіне ізгілік пен адамгершілікті сіңіреді. Анасының маңдай терін, тынымсыз еңбегін көріп өскен бала үлкенге құрметпен қарап, еңбекті бағалай білетін азамат болып жетіледі. Қорытындылай келе, ананың еңбекке деген тәрбиесі ол баланың болашағына салынған берік іргетас. Еңбекті сүйіп өскен бала ертең елге тірек болатын, қоғамға пайдалы тұлға болып қалыптасады. Осындай тәрбиені бойына сіңіріп өскен ол бала кез келген істі жауапкершілікпен атқарады. Ол еңбектен қашпайды, керісінше еңбектің қадірін біледі. Анасының ақылымен, мейірімімен, еңбегімен өскен бала өмірдің әр кезеңінде өз орнын таба алады. Сондықтан, баланың еңбекке деген алғашқы қадамы ананың жүрек жылуынан, күнделікті үлгісінен басталады. Ана тәрбиесімен қалыптасқан еңбекқор ол елдің ертеңгі тірегі, болашақтың сенімі.